Sen naушникпен отыра берші, қасыма видео берші. Құдай болсын. Сол, онда сөз бастайық. Сіздермен бірге Айбек Қуатбай, келесі видеомызды тамашалаңыздар. Біздің қазіргі менің айтқым келіп отырғаны Дарын онлайн мен Хан Академи туралы айттық. Енді осы жолы біз бүгін холдингтің білім саласындағы тағы 2 жобасымен сіздермен бөлісеміз. Бірінші жобасы ол кішкентай балаларға, бүлдіршіндерге, ертегі айтатын ата-аналарымызға, әжелерімізге, аталарымызға арналған Ордаген жобасы. Ордаген жобасының аты қазақтың орда және ағылшындардың generation сөзінің қысқартылған нұсқасында қосылған сөздерден пайда болған. Мақсатымыз орда құратын ұрпақ тәрбиелеу. Біз атам қазақ о заманнан үлкен ордалы, үлкен мықты мемлекет болғанбыз. Біздің жеріміз әлемдік территориялар деңгейінде 9-шы орында. Демек біз территориямыз үлкен болғандықтан да осы ұрпағымызды, балаларымызды, бүлдіршіндерімізді тәрбиелеу арқылы Қазақстанда алдағы 30 жылдықта бізде 10 мықты мемлекеттің қатарына қосылатынымызға сенімім мол. Ордаген жобасының нақты істеп жатқан жұмыстары қандай? Балаларға арналған заманауи қазақ тілінде кітаптар шығару, әлемдік мықты баспалармен келіссөз орнату арқылы оны қазақ тіліне аудару, балаларға арналған мықты анимациялық роликтер, сабақтар жасау, кішкентай бүлдіршіндерімізге арнап қызықты етіп мультфильмдер жасау, және мобильді қосымшаны ата-анаға біздің ертегі айтатын ата-әжелерімізге көмекші құрал ретінде беру. Қазір осы 5 түрлі тарапта біз жұмыс жасап жатырмыз. Біздің нарыққа шыққан 11 кітабымыз бар. Меломан, Флип және біздің ordagen.com сайттарынан кіріп тапсырыс беруге болады. Екінші, біздің мультфильміміз шығып жатыр. Оның аты Айбар деген 10 сериялық мультфильмді YouTube арнасынан көре аласыздар. Оны 10 қараша күні бірінші сериясын шығарамыз. Одан бөлек біздің жасы 3 пен 12 жас арасындағы балаларға анимациялық сабақтарымыз түсіріліп бастады. Келесі жылы қыркүйек айында, нақтырақ 2023 жылы қыркүйек айында осы сабақтарымызды тамашалай аласыз. Біздің мобильді қосымшамыз Google Play, App Store дүкендерінде толықтай қолжетімді. Оның ішінен бесік жырын тыңдап балаңызды ұйықтата аласыз. Оның ішінен ертегілерді оқып бере аласыз. Өз даусыңызбен ертегі оқып, оны балаңызға тыңдата аласыз. Оның ішінде дайын ертегілердің аудио жазбаларын тыңдай аласыз. Көптеген мультфильмдер жиынтығын көре аласыз. Ордаген қосымшасының ішінде тек қана біздің контент емес, қазақ тіліндегі авторлық құқығы бар барлық контенттерді тамашалап көруге болады. Балаңызды мықты тәрбиелеп, болашақта орда құратын ұрпақ тәрбиелеп, елімізді дамыған 10 мемлекеттің ішінен бұйыртса бірге көрейік. Бір дубльден шығып жатыр мен, сәкен көрінбесін. Сен өткенде айттың маған қанша рет түсірдің ана. Бір дубльден шықпайды дедің ғой сен менікін. Сәкен айтты,